Ал қыздар, бүгін сіздермен синнабон булочкасын жасаймыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, толық нұсқасын көріп жасап көріңіздер. Алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Қантты мен көбірек қостым, өйткені мен өте тәттіні жақсы көремін. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Дрожжымызды қостым. Енді бәрін бір келкетіп араластырып болып, ертілген сармайымды қостым. Сармайдан кейін қыздар жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды екі бөлікке бөліп, қамыр елеп шығамыз. Алдымен електен өткізіп жартысын қосып аламыз. Кейін екінші жартысын қосып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қыздар, електен өткізіп ұнды жасағандарыңыз дұрыс. Өйткені қамырымыз жақсы көтеріліп шығады. Қараңыздар. Осылай етіп, бір келкетіп, қамырымызды илеп шығамыз. Менде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Ол қамырымызды бетін салафанмен жауып, 2 сағатқа қойып қоямыз. Қыздар, міне 2 сағат өтті. Қамырымыз күшті көтеріліп, жақсы болып шықты. Енді осыны видеоның тағдай етіп, 4 бұрышты етіп, қамырды ыңғайластырып аламыз. Осы ыңғайластыру арқылы 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Өйткені рулет жасауға ыңғайлы болу үшін. Қараңыздар. Осылай етіп, екі жағынан бірдей етіп жасап отырып, 4 бұрышты қамыр шығарамыз. Енді оған еріп тұрған сары майымызды барлық жеріне жағып шығамыз. Осының щетканың көмегімен. Қараңыздар, бәріне жағып болғаннан кейін қантымыз бен корицамыз қосылған массаны әбден араластырып аламыз. Бір келкі болғанша. Одан кейін осы дайын болған корица мен қантты қамырымызға барлық жеріне сеуіп шығамыз. Сеуіп болғаннан кейін рулетімізді жасап аламыз. Қараңыздар. Дәмі керемет болып шығады. Өйстіп рулетімізді жасап шығамыз. Қатты тығыз етпейміз. Осылай орап рулет жасаймыз. Енді бұл рулетті пышақпен кессеңіздер де болады. Мен пышақпен кеспеймін. Осындай бір келкі болу үшін жіптің көмегімен, кәдімгі простой киім тігетін жіппен осылай бөліп, осылай дайындап шығамын. Қараңыздар. 180 градуста 25 минутта пісіріп алдым. Өте керемет болып шықты. Енді оның үстіне қаймағымызға қосылған сахарный пудрамызды қосып, осылай бетіне ыстықтай күйінде жағып шығамыз.